Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 11 сынып алгебра сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көрсеткіштік теңдеулер. Яғни бүгінгі сабағында осы көрсеткішті теңдеулерді шығару жолдарын көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал онда 16-да 5-ші есептен бастайық. 16-да 5-ші есепте бізде көрсеткіштік теңдеулер берілген, осы теңдеулерді шешу керек. Ал енді қараңдар, осы 16-да 5-ші есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Бізде 16-да 5-ші есептегі теңдеулер келсе, біз оны теңдіктің екі жағында бірдей негізге келтіру арқылы шығарамыз. Яғни бізде мына санда 1 бөлінген 0,125-те 128-де 2-нің дәрежесіне келеді. 2-нің дәрежесіне келтіреміз. Ол үшін бірді жазып қоямыз. Бөлінген мынаны мен 125 бөлінген 1000 деп жазып аламын. Жақшаның сыртына x дәреже өз тұра береді. Тең ал мынау өсе бізде 2-нің 7 дәрежесін береді. 128 2-нің 7 дәрежесі 128-ге тең. Енді қараңдар, мынау 125 пен 1000 қысқарады. 125-ге бөлінетін мынау 1 болады, мынау 8 болады. Сонда қараңдар, алымда 1 қалды, бөлінген 1 бөлінген 8 қалды. Міне 1 бөлінген 8-ден 1 қалды. Бұның жақшаның сыртында x дәрежесі бар. Тең 2-нің 7 дәрежесі өз тұра береді. Енді бізде қараңдар, мысалы санды біз мынандай а бөлінген в бөлшекке бөлген кезде, мына санды бөлшекке бөлгенде бөлшектің бөлімі санға көбейтіліп кетеді. Сонда 1-ді 8-ден 1-ге бөлген кезде 8 мына сан 1-ге көбейтіліп, 8 1-ге көбейтіліп 8 бөлімде 1 болады, 1-ді тастап кетсек те болады негізі. Оның x дәрежесі өз тұра береді. Тең 2-нің 7 дәрежесі деп жазып қоямыз. 8-ді 1-ге бөлсек 8. Енді 8 дегеніміз бізде 2-нің 3 дәрежесін береді. Сонда бұл 2-нің 3 дәрежесінің сыртында бізде x дәрежесі тең 2-нің 7 дәрежесі өзі тұра береді. Дәреже сыртында дәреже болса не істейтін еді? Негіз жазылатын еді, дәрежелер көбейтілетін еді, тең 2-нің 7 дәрежесі өзі тұра береді. Негіздері тең ба? Онда бізде болды, дәрежелер де тең болады. Біз негіздерін тастап жібереміз, тек дәрежесімен ғана жұмыс жасаймыз. 3x тең 7 болса, бұдан x табу үшін біз не істейміз? 7-ні 3-ге бөлеміз. Бұл дегеніміз 2,3-ден 1-ді береді. Сонда x-тің мәні неге тең екен? 2,3-ден 1-ге тең екен. Ал енді осы 16-да 5-ші есептің екіншісі мен төртіншісі оңай екен. Оны өздерің шығарасыңдар. Төртіншісінде ол да 2-ге келеді, яғни 2-нің дәрежесі түрінде жазып аласыңдар. Ал екіншісі 5-тің дәрежесі түрінде жазылады еді. Мен үшіншісін шығарып көрсетейін. Үшіншісінде бізде міне осындай теңдеу берілді ма? Болды, біз бұны бірдей негізге келтіру арқылы шығарамыз. 0,5 бізде 0,5 жай бөлшек түрінде бізде нені береді? 2-ден 1. 2-ден 1 ол жарты, яғни 0,5-ті береді. Сонда біз бұны 2-ден 1 деп аламыз да, 2-ден 1-дің сыртында x квадрат минус 9x қосылған 17,5 дәреже өз тұра береді. 8-ді 2-нің 3 дәрежесі деп аламыз да, мына түбір асты 2 дегеніміз 2-нің 2-ден 1 дәрежесі деп жазылады. Немесе 0,5 дәрежесі десек болады. Енді қараңдар, мысалы бізде 1 бөлінген a-ның n дәрежесі дегеніміз a-ның минус n дәрежесін беретін еді. Сонда бұнау дегеніміз 2-нің минус 1 дәрежесін береді. Бұның сыртында бізде x квадрат минус 9x плюс 17,5 дәреже бар. Тең негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып бөлініп тұрса, негіз жазылады да дәрежелер азайтылады. 3-тен 0,5, 2-ден 1 дегеніміз 0,5 азайтылады. Енді қараңдар, дәреже сыртында дәреже болса не істейді? Мына минус 1 мынаған көбейтіледі. Сонда 2 жазылады да, минус 1-ді x квадратқа көбейтсек минус x квадрат, минус 1-ді минус 9-ға көбейтсек плюс 9x, минус 1-ді плюсқа көбейтсек минус 17,5 болады, тең 2-нің 2,5 дәрежесі қалады. Азайтсақ. Енді міне негіздері бірдей ма? Онда біз дәрежелерді тең негіздерін тастап жібереміз, тек дәрежемен ғана жұмыс жасаймыз. Минус x квадрат қосылған 9x минус 17,5 тұрады, тең 2,5 дейміз. Дәрежелерде тең болады. Барлығын теңдіктің бір жағына өткіземіз. Минус x квадрат плюс 9x минус 17,5 тұрады, мынау 2,5 теңдіктің сол жағына минус 2,5 өтеді, тең 0. Енді қараңдар, минус x квадрат плюс 9x, мынау қоссақ минус 20 болады да, тең 0 болады. Енді мына x квадраттың алды қараңдар, бұл квадрат теңдеу болды, бірақ бізде мына x квадраттың алды минус болып қалатын болса, осы минустан құтылу үшін біз минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Сонда бұл дегеніміз плюс x квадрат болады, мынау өсе плюсті минусқа көбейтсек минус 9x болады, мынау өсе плюс
20 болады да тең 0 болады. Енді бұл қараңдар квадрат теңдеу, келтірілген квадрат теңдеу. Келтірілген квадрат теңдеуде бізде, сәл жоғары көтерейін, иә. Келтірілген квадрат теңдеуде бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісі 20-ға, ал x1 мен x2-нің қосындысы 9-ға тең болады. Қандай сандарды көбейтсек 20, қоссақ 9 шығады. Біреуі 5 уже көрініп тұр, біреуі есе 4 болады. Міне көбейтсек 20 шығады, қоссақ міне 9 шығады. Минус 9-ға қарама-қарсы сан шығу керек қосқан кезде. Егер мына жер плюс 9 болса, минус 9 шығу керек еді. Сонда міне бұл теңдеудің шешімі бізде не болып тұр? 4 пен 5 болып тұр. 16-да 6-шы есеп. Бұл жерде де бізде теңдеулер берілген, осы теңдеулерді шешу керек. Ал қараңдар, 16-да 6-шы есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Бұл жерде біз бірдей негізге келтіру немесе ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару арқылы шығармаймыз. Қараңдар, 5-тің 2х квадрат минус x дәрежесі тең екен 6-ның 2х квадрат минус x дәрежесіне. Дәрежелері тең да, бірақ бізде негіздері тең емес. Дәрежелері тең, негіздері әртүрлі болса, қараңдар, бізде қандай сандардың дәрежелері тең болады? Қандай дәреже тең болады? Мысалы, бізде кез келген санның, мысалы, А-ның 0 дәрежесі тең болуы мүмкін бұның 0 дәрежесіне. Егер дәрежелері 0 болатын болса, екеуі де не болады? 1 болады да, онда бұл екеуі тең болады. Сонда бізде 5-тің 0 дәрежесі, 5-тің ешқандай басқа 0-ден басқа дәрежесі бізде 6-ның дәрежесіне тең болмайды. Тек 0 дәрежесі 6-ның 0 дәрежесіне ғана тең болуы мүмкін. Сонда біз не деп аламыз? Дәрежені аламыз да тең 0-ге деп аламыз. Екеуінде де бірдей дәреже болғаннан кейін біреуін алсақ жеткілікті. Міне бізде бұл теңдеу бізде толымсыз квадрат теңдеу, яғни с бос мүшесі жоқ. Ол кезде біз не істейміз? X-ті жақшаның сыртына шығарамыз да, ортақ көбейткішті. Жақшаның сыртына 2x квадраттан x шығып кетсе 2x қалады, азайту x-тан x шығып кетсе 1 қалады. Тең 0. Міне енді біз не істейміз? Жеке-жеке нөлге теңестіреміз. x тең 0, 2x минус 1 тең 0 болады. Бұдан 2x тең 1 болса, x тең 2-ден 1. Сонда бұл теңдеудің бір шешімі 0, екінші шешімі 2-ден 1 болып тұр. Ал енді қараңдар, екіншісін шығарып көрсетейін. Екіншісіне бізде мына түрдегі теңдеу беріліпті. Бізде 8 көбейтілген 7-нің дәрежесі тең екен 7 көбейтілген 8-дің дәл сол дәрежесіне. Бізде олар қай уақытта тең болады? Егер дәрежелері тең болса ғана тең болады. Сонда бізде 8-дің, мына 8-дің неше дәрежесі бар? 1 дәрежесі бар, ол мына 8-дің дәрежесіне тең болу керек. Сонда 8-дің 1 дәрежесі тең 8-дің x квадрат минус 5x қосылған 7 дәрежесіне тең болу керек. 7-ның x квадрат минус 5x қосылған 7 дәрежесі тең болу керек 7-ның 1 дәрежесіне, 7-ге, яғни 7-ге тең болу керек. Міне негіздері тең ба, біз не істейміз? Негіздерін тастап жібереміз, тек дәрежесімен ғана жұмыс жасаймыз. Екеуінде де сол бір теңдеу шығады. Міне 1 тең x квадрат минус 5x қосылған 7. Мынада да дәл сондай, міне x квадрат минус 5x қосылған 7 тең 1 болады. Осы екеуін біреуін шығарсақ болды, екеуі бірдей. Мен мынаны шығара салайын, иә, қараңдар. Барлығын не істейміз? Бірді теңдіктің, яғни сол жағын өткіземіз. x квадрат минус 5x қосылған 7 тұрады, минус 1-ге өтеді, тең 0 болады. Енді қараңдар, x квадрат минус 5x мынау есе плюс 6 болады да тең 0 болады. Енді бұл не болды? Квадрат теңдеу болды. Квадрат теңдеуді біз ветпен немесе дискриминантпен шығарады. Ветпен шығару үшін ол бізде келтірілген квадрат теңдеу болу керек. Бұл бізде мынау келтірілген квадрат теңдеу болып тұр. Бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісі 6 болу керек. x1 мен x2-нің қосындысы мына минус 5 болса плюс 5 болу керек. Қандай сандарды көбейтсек 6, қоссақ 5 болады. 3 пен 2, иә, көбейтсек 6 болады, қоссақ 5 болады. Сонда бұл теңдеудің жауабы бізде x-ымыз 3 пен 2-ге тең екен. Яғни 2 жауабы бар екен. Қараңдар, 16-да 6-шы есептің 3 мен 4-і бір-біріне ұқсайды. Бұл жерде біз теңдіктің екі жағында бірдей негізге келтіру арқылы шығарамыз. Ол үшін мен мына 0,6-ны қараңдар, 10-нан 6 деп жазып алам. 10-нан 6-ның x дәрежесі болады. Сонда 10 мен 6 қысқарады да бізде. Мынау 5 қалады, мына 3 қалады. Көбейту мынада есе 9-дан 25 дегеніміз бізде 3-тен 5-тің бізде 2 дәрежесін береді. Бұның сыртында бізде x квадрат минус 12 дәреже бар. Тең. Мынау да қарандар. 3 бөлінген 5-тің бұл 3 дәрежесін береді, оның сыртында 3 дәреже бар. 3-тің 3 дәрежесі 27, 5-тің 3 дәрежесі 125 болады. Енді қарандар. Мынау 5-тен 3, мынау 5-тен 3, мынау 3-тен 5 болды. Бұны біз не істейміз?
мынау 5-тен 3-тің x дәрежесі өзі тұра береді. Көбейту дейміз да, бізде мынандай формула бар еді. А бөлінген v-ның жақшан сыртына n дәрежесі. Біз оны v бөлінген a-ның минус n дәрежесі деп түрлендіріп жазып алуға болады еді. Сонда біз бұны 5-тен 3-тің минус 2 дәрежесі деп аламыз да, оның сыртында x квадрат минус 12 дәреже өзі тұра береді. Енді дәреже сыртына дәреже болса екеуі көбейтіледі. Не керек? Мынау 5-тен 3-тің қара дәреже сыртына дәреже болса екеуі көбейтіліп 9 дәрежесі болады. Мынау формула. Енді 5-тен 3-тің x дәрежесін өзін жазып қоямыз. Көбейту дейміз да, мына дәрежелерді көбейтіп аламыз. Сонда бұл 5-тен 3-тің бізде мына көбейтетін болсақ минус 2x квадрат, минус 2-ні минус 12-ге көбейтсек плюс 24 тең болады да 5-тен 3-тің 9 дәрежесі өзі тұра береді. Мынау негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып көбейтіліп тұрса, бұл жерде не істейтін еді? Негіз жазылатын еді да, дәрежелер қосылатын еді. X-қа қосамыз. Қосқан кезде минус 2x квадрат плюс 24 болып өзі қосыла салады. Тең мынау 5-тен 3-тің 9 дәрежесі. Міне біз негіздері тең, дәрежелер әртүрлі болып тұрма, негізін тастап жібереміз да дәрежемен ғана жұмыс жасаймыз. Дәл бұдан алдыңғы есептерге қарап, өздерің ары қарай жалғастырып шығасыңдар болады. 4-ші де дәл осындай, оны да осылай шығара бересіңдер. 16-да 7-ші есеп. Теңдеуді графиктік тәсілмен шешіңдер. Қараңдар, бұл жерде бізде 2-ның x дәрежесі тең 3 дейді. Бізде 2-ның қандай дәрежесі болса да ол 3-ке тең болмайды. Сол үшін енді қараңдар, оның үстіне бұл бізде a-ның x дәрежесі тең a-ның m дәрежесі түріне де келмейді. Негіздері бірдей, дәрежелері әртүрлі. Сол үшін біз бұлдай теңдеуді біз графиктік тәсілмен шешеміз. Ол үшін жеке-жеке жазып аламыз. y тең 2-ның x дәрежесі бір функция қып жазып аламыз да, y тең 3 деген мынаны екінші функция қып жазып аламыз. Осы функциялардың графиктерін бір координаталы жазықтыққа сызамыз. Ол үшін координаталы жазықтық сызып аламыз. X-ға мән береміз да, соған сәйкес y-тарды белгілейміз. Мынау x, ox, мынау y көргіз, мынау о нүктесі. 1, 2, 3, минус 1, 0. Мынау минус 1, минус 2. Қараңдар, бірінші бізде y тең 2-ның x дәрежесі функциясы бізде көрсеткіштік функция. Осының графигін жазып аламыз. X-ға мән береміз, соған сәйкес y табамыз. X-қа минус 3-тен бастап берейік. Минус 3. 2-ның бізде минус 3 дәрежесі деген, ол 1 бөлінген 2-ның 3 дәрежесі болады да, ол деген 1 бөлінген 8 болады. Мынау 1 бөлінген 8. Ал осының орнында 2 болса, 2 дәрежесі болады, ол 4 болады. Минус 2 болса, 4. Ал минус 1 болатын болса, мынау 1 дәреже болады, 2-ден 1-дің өзі болады. 0 дәреже, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ді береді. 1 дәрежесі 2-ні береді, дұрыс па? 2-ның 1 дәрежесі. 2 дәрежесі 4-ті береді, арғай 3 дәрежесі 8-ді береді. Сонда қарандар, міне, минус 3-ті қойған кезде, x-тің орнына мынау минус 2, міне минус 3. Минус 3-ті қойған кезде 8-ден 1. Ол мынау 0 мен 1-дің арасын теңдей 8-ге бөліп, соның біреуін алдық деген сөз. Минус 2 қойған кезде 4 деп болғым, мына 4-тен 1 ғой. 4-тен 1 міне. 4-тен 1. Ол мына бірліккесін теңдей 4-ге бөліп, соның 4-тен біреуін алдық деген сөз. Ал минус 1 қойған кезде 2-ден 1. Мына 2-ден 1 ровно жартысы деген сөз. 0 қойған кезде 1 мына нүкте, 1 қойған кезде 2, 2 қойған кезде 4, 3 қойған кезде не болып тұр? 8 болып тұр. Сонда функцияның графигі қалай келіп жатыр? Міне. Бұлай келіп, міне бұлай кетіп жатыр. Мынау ешқашан мынау ox өзіне тиіп қалмайды, жақындай береді, бірақ ешқашан оған тимейді. Міне бұл бізде мына функцияның графигі. Енді біз y тең 3 функциясының графигін саламыз. Ол үшін y-ға 3-ке барамыз. Осы 3 нүктесінде осы y өргөсіне перпендикуляр түсіреміз. Қараңдар, екеуінің қиылысу нүктесі міне мына нүкте, осы а нүктесі болса, міне осы а нүктесі мына теңдеудің шешімі болады. Сонда бұл теңдеудің бір ғана шешімі бар екен. Жауабы дейміз да, бір түбірі бар деп жазып қоямыз. Он алтыда 7-ның екіншісін, үшіншісін өздерің дәл жаңаға ұқсап шығарсаңдар болады, ол қиын емес. Мен 4-сін шығарып көрсетейін. 4-сінде де бізде қараңдар, 6-тан 1-дің қандай дәрежесі болса да, ол ешқашан 4-ке
тең болмайды. Сол үшін біз бұны жеке функция қылып жазып аламыз. 6-дан 1-дің бізде x қосылған 1 дәрежесі, бір функция y тең 4 деген тағы бір функция. Біз бұны не істейміз? Бір координаталық жазықтыққа сызып естеп аламыз, иә? Қиылысу нүктесін тауып аламыз. Сол қиылысу нүктесі осы мына берілген теңдеудің шешімі болады. X-ға мән береміз, соған сәйкес y табамыз. Бірінші функциядан X-ға мән беріп y табамыз. X-ға -3-тен бастап берейін. -3 қоятын болсақ, -3 қосылған 1 бізде -2 болады. Бізде мына 6-дан 1-дің -2 дәрежесі, иә? Бізде минус дәрежеден құтылу үшін бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстырып жіберіп, бізде міне +2 дәрежесі деп жазып аламызса, бұл 36-ны береді. Енді одан кейін -2-ні берсек, -2 + 1 бізде -1 болады да, ол мынандай. Мынау +1 болады. Сонда 6 бөлінген 1 6 болады, оның 1 дәрежесі 6-ның өзі болады. -1 берсек, -1 + 1 0 болады. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ді береді. 1-ді қоятын болсақ 2 болады, ол 36-дан 0 қойсақ. 0 қойсақ, 0-ге 1 қосылса 1 болады, 6-дан 1-дің өзі болады. Бұл 6-дан 1 болады. 1 қойсақ, 36-дан 1 болады. 2 қойсаң, 3 дәреже болады да, ол 216-дан 1 болып кетеді. Не керек? Осылай шығады. Міне қараңдар, мына О нүктесі 0. Бізде -3 қойған кезде, міне -3 қойған кезде ол 36-дан 1. Ол 36, ол жоғарыда, ол сыймайды. Оны белгілемей ақ қоямын. Ал -2 қойған кезде +6, иә, мынау 3, мынау 6 міне. Мына нүкте. Одан кейін -1 қойған кезде +1 болды. 0 қойған кезде 6-дан 1 болды. 1 қойған кезде 36-дан 1 болды. Не керек? График бізде қараңдар. Ары қарай кете береді. 2 қойғанда 216-дан 1. Ол вообще мына OX өзіне жақын нүкте. Ол бізде бұл неде көрінбейді. График бізде міне былай келеді да. Былай кетеді. Енді қараңдар, бұл бізде мына функцияның графигі. Енді біз y тең 4 функциясының графигін сызайық. Y тең 4 па, мына y көсінде 4-ге барамыз. Осы 4 нүктесінен осы y көсіне перпендикуляр түсіреміз. Перпендикуляр түсірдік. Қараңдар, 2 функцияның қиылысу нүктесі міне мына нүкте, иә? Осы бір нүктеде қиылыстырып, мысалы бұны А нүктесі деп алатын болсақ, осы қиылысу нүктесі не керек? Берілген теңдеудің шешімі болады. Сонда бұл теңдеудің де не болып тұр? Жауабы бір түбірі бар. Бұл бізде нақты мән шықпайды. Мысалы, мына жер 1,1 нәрсе деген сан, мына жер есе 4 болып тұр. Сонда біз нақты мән емес. X-ымыз сонда 1,9, 1,8 оған жақын сан. Минус, яғни минус 1,9-ға жақын сан болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар.